Olsun. Мен Тазабек Самбетбай. Мында келіп қуанып отырмын. Қазағым бар екенсің ғой, батырларым бар екенсіңдер ғой. Шынайы халықтық митингке келгендеріңізге рахмет. Міне, өстіп бірде біз елімізде өзгеріске келеміз. Қанша білім және ғылым министрі болды бізде осы тәуелсіздік алғалы? 13 министр болды. 13 реформа жасалды. Медицинада реформа жасалды. Барлық салада жасалды. Бірақ нәтиже жоқ. Сондықтан бүгінгі митингтің бірден бір күн тәртібінде тұрған мәселе саяси реформа. Тек саяси реформа елге азаттық келеді. Тек саяси реформа түбегейлі елімізге бай қуаттық әл-ауқат келеді. Сондықтан азаматтар, мына жоғарыда айтып өткен ұсыныстардың бәрін біз жүзеге асыруымыз керекпіз. Барлық амалдарды пайдалануымыз керекпіз. Алауыздықты тоқтатайық. Өзара қырқысуды тоқтатайық. Бірін-бірімізді жамандамайық. Бірігетін уақыт келді. Біз ешкімнен де кем емес. Не Беларусьтан да, не Қырғыздан да кем емеспіз. Біз лайықпыз. Қазақта, қазақстандықтар шынайы демократия қоғам үшін лайықты. Сондықтан азаматтар, мына бүгінгі бастамамызды артына қалдырмай, үлкен қарар қабылдайық. Соның нәтижесінде үлкен жиындарға ұластырайық. Бүгін жиналған, мына жерде жиналған 700 мың адам, ертең 5 мың, 10 мың адамға болып жиналайық. Бәрі амалдарды қолданайық. Сайлаумен де күресейік, жаңсыз жолдармен де күресейік. Басқа амалдар арқылы бәріңізді бірлікке шақырамыз. Бірігіңіздер, біз бірігуге дайынбыз. Жасасын қазақ елі. Құрметті достар, әр адамға келетін адамдарға үлкен сәлем айтып отырмын. Бүгін менің айтатыным әр адамға, бүкіл халыққа, әр мемлекетке осы саяси реформа керек. Без политических реформ мы уже не можем двигаться вперед. Пока не будет выборность акимов, пока не будет нормальный парламент. Вы посмотрите, какие законы сегодня принимает парламент. Закон о противодействии семейному насилию, так называемому, это ювенальная юстиция. Закон о принудительной вакцинации, который допускает. Все законы направлены против человека. На местах что происходит? Абсолютно никакого движения по исключению из нашей жизни коррупции не происходит. Все это происходит потому, что нет политических реформ. Никакие движения в экономической жизни страны, ничего не будет изменяться, пока не будет политических реформ. Поэтому мы, представляя здесь Общенациональную социал-демократическую партию, ОСДП, призываем вас, во-первых, приближающимся выборам всем прийти на выборы обязательно и голосовать. Я знаю, что вы знаете, как голосовать. Все приходите на выборы. Не надо объявлять бойкот. Надо выразить свою гражданскую позицию. Всех призываю за политические реформы, за отсутствие политических преследований.